соңғы кездері қатты психологияға байланысты посттар салып отырмын, себебі ол менде, олында мен аспаннан алған жоқпын, оның бәрі оқығаным, білгенім, сонымен енді бөлісіп отырмын. Бірақ енді 2018-ден бастағам семинар, тренингтерге қатысуды. Ал 2017-ден бастап тек қана Құралай ханымды оқитынмын мен инстаграмға, сол кісі бірінші шыққанда. Қазір енді психологтар көп қой, бірақ сонда да өз біліммен бөлісіп, бір адамға болса да көмегім тигізгім келеді. Ол білімді алып алдым, өзіме де пайдаландым, және ең бастысы бұл жерде мен результат беретін көзім жетті. Себебі осы жақында ғана мамам 2 жерінен операция жасатты, осында қатты ауырды. Сол кезде мен байқадым, психологияның адамға өте көп көмегі. Сол психологияның арқасында біз өте жақсы мотивация бере бастадық мамама. Мамам да өзіне мотивация берді. Мамаммен де жаңағы таныстырдым кішкене, міне осындай деген психология бар, адам солай мимен жұмыс жасаса бәрі жақсы болады деп, солай енді операцияда жақсы өтеді деп солай жұмыс жасаттым. Ауырып жатса да солай сестрам екеуміз. Сол себепті сол кезде мен байқадым, адамдарға енді неге бөліспеске, неге бір адамға болса да осыны көмек тиеді ғой. Сол себепті мен салуды бастадым. Енді алдағы уақытта ең бірінші жаңа айта кеткенім, 2017-ден оқып бастасам, 2018-ден практикалық түрде бара бастадым. Ең бірінші барғаным Зарина Хантөреге бардым. Семинар тренингтеріне қатысып, одан кейін Құралай ханымға бардым 2 рет. Сұлу болсын ғұмырың және құтты ілім семинарларына. Және одан кейін Құралай Қалиева бар. Сонымен қатар Кәмшат Бекжігітованың кітаптарын алып оқыдым. Ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт кітабының авторы. Ең бірінші негізі алған кітабым, қолыма ұстаған психология жайлы, сол кісінің кітабы. Содан кейін қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, Айнұр Тұрсынбаева бар, Қуаныш Шоңбай, білімді, өте білімді кісілер, бизнесмендер, Ахметбек Нұрсила. Бұл кісілердің барлығы ең алдымен психологияға мән береді, адамның миымен жұмыс жасауына. Сол себепті тіптен былтыр біз бизнес бастауға барған кезімде оқуға, Ахметбек ағай осы психологиямен, миымызбен жұмыс жасауды алдымен бірінші соны бізді қолға алды, сонымен жұмыс жасадық, бастады бізді. Содан кейін барып бизнес жайында айтты. Сол себепті мен сіздерге бостан-босқа жазып отырған жоқпын. Оның бәрі негізі болатын нәрсе, нәтиже көрген нәрсе болғандықтан сіздерге бөлісіп салып отырмын. Енді алдағы уақытта оны сөзбен ғана көрсетпей, іспен де көрсеткім келеді. Енді сіздерге сол алған білімдерімнің бәрін сіздерге тегін бергім келіп отыр. Қанша адамға, бір адамға көмегім тисе де, соны сіздермен бөліскім келіп отыр.